Манарбекпен ажырасып кеткеніме 3 жылға жуық уақыт өтті. Ортамызда 2 перзентіміз қалды. Ұлым 16-да, қызым 9 жаста. Бір кездері бір-бірімізді шын сүйіп, үлкен үмітпен отау құрған едік. Ол кезде бәрі басқаша болатын. Болашаққа сеніммен қарап, бірге қартаямыз деп ойладық. Алайда тағдырдың сынағы әр адамға әрқалай келеді екен. Соңғы жылдары Манарбектің мінезі күрт өзгерді. Ішімдікке әуестігі артып, жұмысқа тұрғанымен көп ұзамай шығып кетуді әдетке айналдырды. Үйдің берекесі қашты, күн сайынғы ұрыс-керіс, жүйкеге салмақ салған ауыр сөздер көбейді. Кей кездері ашуға булығып, маған қол көтеретінді де шығарды. Балаларымның үрейленіп, бұрышта тығылып отырған сәттері әлі күнге көз алдымнан кетпей. Өткен жылдың тамыз айында бәрі шегіне жетті. Тағы бір жанжал кезінде газда пісіп жатқан лапшаны төңкеріп, үйді астан-кестен етті. Сол күйіменен ішімдікке ақша сұрады. Сол сәтте жүрегімде бір нәрсе үзілгендей болды. Мүмкін бұл шыдамның соңғы нүктесі шығар. Балаларымның болашағы үшін, өз ар-намысым үшін осы үйден кетуім керегенін түсіндім. Ұлым мен қызымды жетектеп, азын-аулақ киім-кешегімді жинап, өз үйіме кетіп қалдым. Алайда ол жерде де ұзақ тұрақтай алмадық. Үйдегі бала-шаға мен келіннің жағдайы көтермей, бір аптаға жетер-жетпес уақытта қайтадан жолға жиналдық. Сөйтіп амалсыздан Алматыға келдік. Алматыда өмірді қайта бастау оңай болған жоқ. Балаларды мектепке орналастырып, күнделікті тіршіліктің қамына кірістім. Өз мамандығым бойынша домбырадан сабақ беруге кірдім. Ұлттық өнерге деген махаббатым жанымда аман алып қалғандай болды. Бірақ жалақы мардымсыз еді. Балалардың киімі, тамағы, оқу құралы бар, бәрі ақша сұрайды. Сондықтан кафеге повар болып қосымша жұмысқа тұрдым. Күндіз сабақ, кешке ас үйдің ыстығы мен күйбеңі. Шаршасам да, балаларымның амандығы мен болашағы үшін бәріне төзуге тырыстым. Бұл менің өмірімнің бір ғана кезеңі. Алда әлі талай сынақ пен үміт, күрес пен жеңіс бар екенін сеземін. Жұмысқа орналасқан күннен бастап, мен қызмет ететін кафеде күзетші болып істейтін бір жігіт маған ерекше ілтипат таныта бастады. Артық сөз айтып шектен аспайтын, бірақ әр қадамы байқалатын қамқорлығы бірден көзге түсетін. Смена аяқталған соң, кештің қараңғылығында жалғыз қалдырмай, көлігімен үйіме дейін жеткізіп салуды әдетке айналдырды. Осылайша үнсіз басталған таныстығымыз біртіндеп жылы достыққа ұласты. Оның есімі Дамир еді. Мінезі сабырлы, сөзі салмақты, көзқарасынан жауапкершілік сезіліп тұратын. Көктемнің бір күнінде мен қатты сырқаттанып, бірнеше күн бойы үйде жатып қалдым. 2 жұмыстан да уақытша қол үзуге тура келді. Дәл сол сәтте күтпеген жерден есігім қақылды. Ашып қарасам, Дамир қолында бір пакет жеміс-жидек, дәрі-дәрмек, балаларға арналған тәттілер. Сол сәт жүрегімде ұзақ уақыттан бері қатайып қалған мұз иірігендей болды. Бұрын тек өзіме ғана арқа сүйіп үйренген мен үшін бұл нағыз жан жылуы еді. Ол ештеңе сұрамады, ештеңе талап етпеді. Тек, қалайсың? Жақсы болып кетуің керек деді. Сол күні оның қолымда ақырын ұстап, маған саған қамқор болуға рұқсат берші деп бағынан жарылғаны әлі есімде. Бұл сөздер жанымды тербетіп, жүрегіме үміт сәулесін жақты. Мен алғаш рет өзіме бақытқа қайтадан сенуге бола ма деген сұрақ қойдым. Сол күннен бастап ішімде жаңа өмірге қадам басуға деген батыл шешім пайда болды. Сауығып, бойым әлденген соң, қайтадан 2 жұмысыма да кірістім. Күнделікті күйбең тіршілік бұрынғыдай ауыр сезілмей, әр күнімнің мәні арта түскендей болды. Дамир демалыс күндерінің бірінде мені үйіне алғаш рет шынайы свиданияға шақырды. Ол анасы екеуі бірге тұрады екен. Анасы жасы үлкен, байсалды кісі көрінеді. Сол күні анасы қызымен күйеу баласының үйіне қонаққа кеткенін айтты. Үйге кірген сәтте бәрі ерекше ұқыптылықпен, махаббатпен дайындалғанын байқадым. Үстел әсем жайылған, жарық жұмсақ, атмосфера тыныш әрі жылы еді. Бұл үйден жалғыздық емес, үміттің иісі сезілетін. Мен сол сәтте бір нәрсені анық түсіндім. Бұл тек кездесу емес, бұл жүректің ұзақ уақыттан кейін қайта соғуы, жанның қайта тірілуі еді. Сол түні екеуміз бір-бірімізбен, жанымызбен де, барлық жерімізбен таныстық десем қате айтпаймын. Ірі бойы ұзын денелі жігіт жолдасымнан алмаған дәруменімен әбден суарды. Аппақ гүліме сыйдыра алмай шаршаттым оны. Ылғалды дәруменін әбден алдым. Әбден шөлдеген екенмін. Бұл кездесу екеумізді одан сайын жақын ете түсірді. Ол менен 3 жас кіші, бұрын отбасы болған, келіншегі анасымен бірге тұрудан бас тартып ұлын алып кетіп қалды.
алимент төлеп тұрады. Әңгіменің тоқетері отбасын құруға әзір асығуды жөн көрмедім. Әзір бір-бірімізді танып біліп кездесіп жүруді жөн көрдік. Баршаңызға өз жұбыңызды табуға тілектеспін жақсыларым.